Бұл сабақ davomida айтқан әрбір гәпіме, қағидаларыма бейпаруалық қылмастан кейінгі 3 ай davomында әмел етсеңіз, сіз профессионал трейдер боласыз. Мен бұған кепілдік беремін. Һәм әрбір айтқан гәплерімді диққатпенен тыңлаң. Сабақ davomida психология һәм риск менеджментті үйренеміз. Онан кейін әрбір трейдерді жүз беретұғын, яғни әрбір трейдер осы трейдинг жөнелісінен басылағаннан басылап профессионал трейдер боламын дегенге шекем, пұл тауып кетемін дегенге шекем, онда жүз беретұғын қателіктерді түзіп шықтым һәм оларды бірме-бір талқылап өтеміз. Оларды қалай алдын алу керек деген сұрауларға мен осы сабақта жауап беріп өтемін. Демек, сабағымызды басладық. Трейдерді ең бірінші жөнеліс басылған кезде олар тек қана buy sellді басып отырамын деп құмар ойынға ұқсатады, бірақ бұл трейдинг ондай емес. Әрбір трейдерде өзінің трейдинг планы болу керек һәм стратегиясы болу керек. Трейдинг план дегенде біздер нені түсінеміз? Өзіңіздің стратегияңыз, өзіңіз әмел ететін қағидалар, риск менеджмент қағидаларыңызды трейдинг план деп айтуымыз мүмкін. Риск менеджмент дегеніміз не? Риск менеджмент бұл инглиз тілінен алынған сөз болып риск. Сіз әрбір саудада қоятұғын зияныңыз, яғни сіз қай рақым зиянды көтере аласыз, неше доллар зиянды көтере аласыз. Осы риск деп аталады. Менеджмент бұл соны басқару. Инглиз тілінен аударылғанда базарды көрсетіп өтемін. Мәселен, шамалап алайық, осындай даунтрендте келатыр һәм бұл жерде структура бұзылу болды. Доминант брейк бойынша сіз бұл жерден саудаға кіре жақсыз. Саудаға бай үшін кіре жақсыз. Настақта 23.049-дан саудаға кіре жақсыз бай үшін һәм 23.034-тен стоп-лоссты қоя жақсыз. 15 пипс стоп-лосс қойылады. Бұл жерде сіз лотты өлшеуіңіз керек. Лоттың 15 пипске, мәселен, 15 доллар риск қыла жақсыз, 0.1 лотпенен ашасыз. Стандарт лотта 0.1 лотпенен кіресіз. Осы жерде өзіңіз көтере алатұғын минусты долларды осы жерде есептеп қоюыңыз керек. Осы риск менеджмент деп аталады. Сіз рискті басқарасыз. Екінші, сізде стратегия болу керек. Мен осы көрсетіп қойғанымда точкасын әммесін көрсетіп қойыппын. Блокнот алың һәм кейінгі 3 ай davomында сол блокнотқа ең бірінші бетіне риск менеджмент стратегияңызды, сауда davomында қылатын қағидаларыңызды, өзіңіз әмел ететін қағидаларыңызды жазып қойың. Ең бірінші риск менеджментті. Әр саудада неше доллар минус қылуға тайынсыз. Риск менеджмент хақында толығырақ түсіндіріп өтейін. Риск менеджмент бұл үйреніп кетемін дегенше демо шотта істегеніңіз мақұл. Мәселен, 100 доллармен кірдік дейік. Негізінде әрбір трейдте профессионал трейдерлер тек қана 1% емаса 0,5% қана риск қылады. Мәселен, менің өзімде әрбір саудада 0,5% риск қыламын. 100 долларлы демо шот аштыңыз. Сіз енді кейін қашан осы риск менеджмент қағидаларына үйреніп кетемін дегенше сол демо шотта 100 долларды басқарып үйреніп білуіңіз керек. 100 долларда 1% бұл 1 доллар ғана болады. Сіз 1 доллармен сауда істей алмайсыз. Хаттекі микро лотпенен ашып істесеңіз де. Сол үшін, мәселен, өзіңізге процентпенен емес, тәсілеп өзіңіз үйреніп алуыңыз үшін долларменен риск менеджмент қағидаларын орнатып алың. Мәселен, әр саудада 5 доллар ғана риск қыламан деп өзіңізге қағида етіп алың. Һәм әрбір ашқан сделкаңызда тек қана 5 долларды риск қылып қойың. Қағидаңызды ешқандай жағдайда бұзбаң. Себебі бұл әрбір қағидаңызды бұзғаныңыздан соң сіз өзіңізге сенімсіздік пайда болады һәм трейдингде пайдаға шығу дәуіріңіз ұзайып кетеді. Әрбір факторлар трейдингде істеп отырған әрбір фактор, әрбір әмеліңіз өзіңізге тәсір етеді һәм сеніміңізге трейдингде пайдаға шығу мүддетіңізді біраз мүддетке ұзайтырып жіберуі мүмкін. Сол 100 доллар демо шотты аштыңыз һәм 5 долларменен қашан, мәселен, 200 долларды сіз таргет етіп алың, яғни мақсат етіп алың. 200 доллар көп болып кетеді, себебі бұл 100% пайда. Мәселен, 150 долларға шейінгі пайданы өзіңізге мақсат етіп алың, себебі сіз 5% риск қылып жатырсыз. 2-де 1 менен істегеніңізде де дерлік 5 саудада оған қатара 5 тек профит алсаңыз, оған жетесіз. Риск менеджменттегі 100 доллар қағидасын жаңа сіздерге айтып өткенімде, қашан 150 долларды қыламан дегенге шекем, таргетіңізге ерсемен дегенге шекем алып барың. Әрбір саудада бірақ 5 доллар риск қылың. Мәселен, 50 доллар риск қылып, бірден 50 доллар пайда қылып тасылап, реал шотқа өтіп кетпең. Осы демо шотта сіз сол қағидаға бойсынған халда 150 доллар таргетіңізге ерсе алсаңыз, демек, оны реал баланста да істей аласыз. Мен сіздерге тек қана 100 доллар деп мысал ретінде айтып отырмын. Өзіңіз ертең реал балансқа өткен кезде өзіңіз көтере алатұғын пулды демо шотқа кіргізің. Оны X немесе басқа брокерлерден қалеген бір брокерге кіріп,
өзіңіз қалеген түрде долларда жасасыз һәм сол демошотты сізге береді. Бұл әпуайы. Бірақ бұны MetaTrader 5-те ісіле алмайсыз. Ода тек $10,000, $5,000 демошотларды береді. Риск менеджментті жақсылап түсініп алдыңыз. Енді дәптеріңізге, яғни блокнотыңызға жазып алып, мен har сделкада қанша риск қыламын, таргетім қандай болады, қайсы таргетке шыққан кезде мен реал балансқа өтемін, қайсы таргетке жеткен кезде мен реал баланстан пұлымды шешіп аламын. Стратегия деген жерге тек қана бір ғана стратегияны таңлаң, яғни өзіңіз жақсы өзілестірген қайсы стратегия болуынан қарамастан өзіңіз 100% қылып өзілестіріп алған қағидаларын, әрбір факторларын, базардағы қайтып ісілеп берулерін өзіңіз 100% өзілестіріп алған бір ғана стратегияны таңлаң һәм кейінгі 3 ай давамында тек қана сол стратегия бойынша сауда ісілең. Егер дұрыслы бір стратегиялы таба алмаған болсаңыз, осы каналда қалың һәм каналда кейінгі сабақларда мен ECMC ICD бойынша сабақларды салып барамын. Солардан өзіңізге тек қана бір стратегияны таңлап алып, оның базарда қандай жағдайларда қандай болып істеп беретінін дәптеріңізге, блокнотыңызға жазып алып, сол стратегия бойынша кейінгі 3 ай давамында сауда ісілең. Сауда давамында қағидалар дегенге нелер кіреді? Өзіңіз үшін белгілі бір күн давамында, мәселен 2 мәрте сауда істеймін, 5 мәрте сауда істеймін деп қағидаларды жазып алың. Мен сіздерге мәслихат ететін қағида бұл: бүгін тек профит алдыңыз ба, болды. Базарды, компьютерлеріңізді жабың, телефонды жабың, трейдингге кірмең, ертең кіресіз. Бүгінге жетеді. Егер де осы күні бір ғана стоп-лосс алып қойдыңыз ба, болды. Және сол жағдай. Һәммен нәрсені жинастырың, ертең саудаға кіресіз. Базарда имканиятлар көп, еле қайтып келеді. Бір ғана стоп-лосс алдыңыз ба, болды. Базарға қайтып кірмең. 2 тек профит алдыңыз ба, базарға қайтып кірмең. Ертесі күні қайтып келесіз. Онан кейін RR деген нәрсе бар базарда, Risk Reward Ratio, оны да түсіндіріп өтейін TradingView'да. Мәселен, TradingView'ға кірсеңіз, осы инструментте Risk Reward Ratio деп қояды. Risk бұл инглиз тілінен алынғанда базарда жоғалтуыңыз, бағана айтып өттім. Базарда өзіңіз көтере алатығын жоғалту, reward бұл take profit дәрежеңіз, қанша пайда аласыз. Ratio көрсеткіш, яғни Risk Reward Ratio жоғалту һәм пайда көру көрсеткіші. Базарда қандай жағдай болуынан қарамастан, базарда еш болмаса 2 Risk Reward Ratio'мен шығың. Базарға риск қылдыңыз һәм мынадай болып, бірден төмен, 2-ден төмен Risk Reward Ratio'мен шығып кетпең. Еш қашан. Кемінде 2 RR болсын, қандай стратегия болса да. Себебі сіз базарға риск қылдыңыз, енді кемінде оны 2 есесімен алып шығып кетуіңіз керек. Бұл да сізге бір қағида болсын. Risk Reward Ratio әрдайым 2-ден жоғары болуы шарт, сізді пайдаға алып шығуы үшін. Трейдинг жүйесіне кіріп келген әрбір трейдерде профессионал трейдер болып кетемін дегенге шекем жүз беретұғын және бір қателік, бұл overtrading, impatience, overconfidence деген қателіктер. Инглизше жазып қойдым. Overtrading бұл жүді көп сауда істеу, impatience бұл сабырсыздық, overconfidence бұл өзіңізге болған жүді көп сенім. Әмесін бір түсіндіріп өтейін. Overtrading бұл базарда бір рет сауда істедіңіз бе, take profit алып қалдыңыз, стоп-лосс алуыңызға қарамастан және бір сауда істеп кету. Бағана қосымша қағидалар деген жерінде үйретіп өткен едім, сауда давамындағы қағидалар дегенде. Overtrading, яғни тек қана 2 тек профит алдыңыз ба, болды, сауданы жабың. Overtrading көп сделкалар ашу сіздерді пайдаға алып шықпайды. Көпшілік трейдерлер ойлайды, базарға кірдім, болды, анализ істеймін һәм саудаға кіріп кетемін деп. Ондай емес. Мәселен, үлкен инвесторлардан немесе жүді профессионал болып кеткен трейдерлерден естесіз, базар бұл 10% buy, 10% sell һәм 80% күту. Күту дегені бұл patience, яғни сабырлылық. Базарды сабырлылықпенен жақсылап анализ істелең һәм белгілі бір идеал жағдайларда ғана базарға кірің. Базарда анализ істедіңіз, болды, саудаға кіріп кетемін деген сөз емес. Мәселен, бүгін базар рейнжға түсіп қалу болмаса, жүді көп 100-200 пипс жүріп кеткен болып, базар бүгінгі таргетлерін алып қойған болуы мүмкін. Демек, бүгін skip day, яғни бүгін саудаға кірмейсіз, ертең кіресіз. Базардың сондай жағдайларына қарап саудаға кірің. Онан кейін overconfidence, өзіңізге көп сеніп жіберу. Ең бірінші базарға кіріп келген кезіңізде сіздерге базар take profit алып, қатары 5 take profit алып, сіздерге зор пайда беріп қоюы мүмкін, бірақ бұл сізді өзіңізге көп сенімді арттырып жібермеу керек. Яғни сіз өзіңіздің білім дәрежеңізге һәм қолыңыздан келетін қабілетіңізге жүде көп сеніп жіберіп, лотты үлкейтіп жіберуіңіз һәм рискті үлкейтіп жіберіп, минусқа кіріп кетуіңіз мүмкін. Үшінші бұл эмоционал трейдинг. Эмоционал трейдинг дегенде біздер нені түсінеміз? Мәселен, базарға кіргенімізде TradingView осы даунтрендті көрген боласыз. Даунтрендті көріп, сіз
бұл жерге енді базар бірталай түсіп кетті ғой, көтерілу керек қой деп, көтерілу керек, бұл жерлерде көтерілу керек деп құрдан құры ешқандай себепсіз де базарға бай үшін саудаға кіріп жіберуіңіз мүмкін. Емаса көтеріліп бара жатырған жерінен төменге түсіп кету керек қой, енді бірталай көтерілді, төменге түсу керек қой деген сіздерде сезімдер болады. Базарда сезімдер істеп бермейді, және базарда трендке қарсы істемеуіңіз керек. Базар сіздің тұйғы сезімдеріңізге этибар бермейді, олар тек қана ликвидтілер пұл бар жерге қарай әрекетленеді, дәрежеден дәрежеге қарай. Базарда тап осындай структура бұзылуы, яғни тренд линия бұзылуына көрмегенге шеген бай үшін саудаға істемең. Даунтренд көрдіңіз бе, демек тек қана сел үшін істең. Аптренд көрдіңіз бе, тек қана бай үшін саудаға істең. Тренд линия бұзылуы, емесі структура бұзылуына қатты этибар беруіңіз керек. Төртінші, бұл FOMO. Әмме трейдерде болады бұл FOMO. Профессионал трейдерлерде де бұл жүз беретұғын қателік. FOMO дегеннің тарқатпасы Fear of Missing Out, яғни қайсыдыр імканиетті өткеріп алу сезімі. Мәселен, базарда тап осындай жағдай жүз берді, яғни осындай доминант брейк стратегия бойынша осы жерден саудаға кірмекшісіз. Қарасаңыз, базар өтіп кеткен һәм көтеріліп барадыр. Базарды мына жерде деп алайық. Емаса, сіз базарда осы жерде кіруіңіз керек еді. Базарға ешқашан мынадай жерде кірмең. Бірақ жоғарыға дейін көтеріліп береді стратегия бойынша. Бірақ сіз бұл жерлерде кірмең. Сіз осы жерде ойлайсыз, базар енді кетіп қалады, болды, мен осы имканиетті жіберіп қойдым, енді болмайды дегендей жағдайлар болады. Базарда имканиятлар мыңлаған, миллионлап рет елеп болады, әр күні болады. Әр күні болмаса да кезек-кезек, 2 күннен бір болса да базарда имканиятлар болады. Сізге идеал имканиятлар келеді еле. Сіз ұшынан ұсылайман, немаса ең жоғарысында төменге түсіп бара жатқан кезінде ұшынан ұсталып қаламан деген ойлар болады, бірақ бұл қате. Базар кетіп қалды ма, болды, жіберің, кетсін базар. FOMO деген осы нәрсе. Базарда имканиятты жіберіп қою. Және бір ең жаман қателіктерден бірі әмме трейдерлерде жүз беретұғын өзіңіздің стратегияңызға сенбеу. Бұны да базарда көрсетіп өтемен. Мәселен, базарда мынадай жағдай жүз беріп қалды, көтерілді, һәм кейін ала түсіп баратыр. Һәм сіздің стоп-лоссыңыздың атрапында осындай болып жүріп қалуы мүмкін. Сіз осы жерде ойлайсыз, болды, стратегияңызға сенбеуді бастайсыз, һәм осы жерде сауданы құрдан құры минуста жауып жіберуіңіз мүмкін. Бұл бірінші жағдай, яғни стоп-лоссқа болды барады деген, бірақ стратегияңызға әрдайым сенің take profit алуына жеген күтің. Стоп-лоссқа жақын жерге келсе жауып жібермең. Стоп-лоссыңыз егер тура қойылған болса, стоп-лоссыңызды алмайды, стратегияңыз істеп береді. Яғни сабырлықпенен күтің. Екінші жағдайда базар сіз айтқан бойынша жүріп береді жоғарыға қарай, һәм стоп-лоссың take profitіңіздің атрапында ойнайды. Тап осындай болып, кейін осындай структура бұзылуы кішірек таймфреймде сондай жағдайлар жүз беріп қалуы мүмкін. Һәм сіз осы жерде take profitке бармасынан алдын жауып жіберуіңіз мүмкін, аз ғана пайда да болса да. Бірақ ондай қылмаң, бұл сізге өзіңізге сенімсіздікті пайда етеді, һәм кейін ала өзіңіздің психологияңызға тәсір етеді. Психология ең керек нәрсе болғанлығы себеплі психологияңызды бұзбаң. Саудаға кірген кезде take profit қойылды ма, болды, take profitке шеген күтің. Сіздің психологияңызды бұзуы мүмкін бұл жағдайда, үлкен тәсір өткереді. Без убытқаға қойып тастаң, болды, күттің take profitті. Take profitті жақынластырып, емаса осы жерде жауып жіберіп деген нәрселер болмасын. Сізде сондай ой болады, базар былай қарай кетіп қалуы мүмкін, неге жауып жібердім деп өзіңізді айыплап бастайсыз, һәм психологияңыз бұзылады. Бұл да пайдаға шығу дәуіріңізді ұзайтуы мүмкін, профессионалдық дәуірін. Алтыншы қателік бұл реванш трейдинг. Реванш трейдинг деген көпшілігіңіз жақсы білесіз. Базардан қайтып алу, өші алу. Базарды да бір минус қылып қойдыңыз ба, стоп-лоссыңызды алып қойды ма, енді кейін аласыз базардан сол пулды қайтып аламын, брокерден брокер сіздің пулыңызды алғаннан соң, мен брокерден әммесін 2 еселеп қайтып аламын деген нәрсе ой болады. Бірақ бұл қате, және бір айтамын, бұл қате. Базарда стоп-лосс алдыңыз ба, ең бірінші қағидада сіздерге айтып өткен едім. Бір стоп-лосс алдыңыз ба, болды. Кейін бір күн давамында саудаға қайтып кірмең.
психологияңызды дұрыслаңыз, сабырыңызды дұрыслаңыз. Екінші күні қайтып келген кезіңізде де осы стоп лоссты ойламаң. Системаңызға сенің, базарға реал көзқараспен қараң. Екі жақты да байға кету жағдайында, селға қарай кету жағдайында қарастырып шығың, һәм стратегияңызға тура келген жөнелісті таңдап саудаға кірің. Бұл жерде қате жазылыпты: unrealistic expectations, яғни реал емес үмітленулер. Базарда сіз тек профитті қойғанда да қателікке ұшырауыңыз мүмкін. Бұл да реал емес үмітлерге кіріп мысал бола алады. Мәселен, бұл жерде саудаға кіріп тек профитті жүді оға да жоғарыға қойып тастауыңыз һәм соны күтуіңіз, бағанағы айтқан қағидаға бойсынамын деп. Базарға реал көзқараспен қараң. Тек профит зоналарын анық түрде анықлаң. Тек профит зоналарды анықлауды енді ICD-да үйренесіз, бірақ енді осы саудада айтып өтейін, осы сабақта айтып өтейін, максимумлар біздердің тек профит зоналарымыз. Максимум дегенде жүді ұзақтағы максимумды алмаң. Мәселен, өзіңіздің стоп лоссыңызға риск қылғаныңызға қарап 2 емасы 3 РР қойып тек профит зоналарыңызды анықлап болсаңыз болады. Unrealistic expectationsқа және мен 1 айда трейдер боламын, 2 айда трейдер боламын, 5-6 айда трейдер болып жаңа үй, машина алып кетемін деген пікірлерді де мидан шығарып тастаңыз. Трейдер бұл сіз ойлаған шелі аңсат емес. Трейдерлер өмірлік сабақ бойынша айтып өтейін, ақылы минет қара минетке қарағанда қиынырақ және сізді көбірек шаршатады. Ақылы минетте сіз психологиямен істейсіз, миыңызды ойланасыз, сіздің денеңіз толық шаршайды һәм сіздің пайдаңыз кепілленбеген. Пайда аласыз ба, алмайсыз ба, бұл сіздің минетлеріңізге байланысты, бірақ бұл 100% кепілленбеген. Ал қара минетте болса ше, сіз азанғы 9-да барасыз, кешкі 6-ға дейін жұмысыңызды істеп бересіз, болды. Қара минет істенеді, қолменен істенеді, жұмысыңыз үшін қаншадыр маударда 100 мың сом, 200 мың сом пұлыңыз беріледі. Ал ақылы минетте болса, трейдинг бұл ақылы минетке кіреді, сіздің пайдаңыз кепілленбеген. Бұл сіз алған білімдер, істеген минетлеріңізге қарап, өзіңіздің қалай тұтуыңызға қарап, қалай басқаруыңызға қарап келеді. Себебі сіз өзіңізді 100% басқара алсаңыз, демек базардағы саудаларды да басқара аласыз. Кейінгі 3 ай давамында осы қағидаларға бойсынған алда сауда істеп көрің, нәтижесі сіз ойлағаннан жүде жоғары болады, егер сіз һәм нәрсеге бойсынып саудаға кірсеңіз. Енді сіз осы трейдинг карьераңыз давамында интизам деген нәрселер жолға қосылады, ойынға қосылады. Өзіңіз де жақсы түсінесіз, бұны түсіндіруім шарт емес. Әрбір сауданы жақсылап қағидаларға бойсынған алда, әр күні базарға реал көзқараспен қарап саудаға кірің. Темір адам кібі қағидаларыңызға бойсының. Трейдингде істеріңізді басқармау, бұл да интизамға кіреді негізі. Бағана айтқанымдай, трейдингде анализ істеп отырған кезіңізде базардағы әрбір факторларды есепқа алу, бай ұшында, сел ұшында төменге кетіп қалу, себеплерін, жоғарыға кету себеплерін ізлеп саудаға кірің. Бағана трейдинг план түзу жөнесінде айтып өткен едім. Блокнотқа трейдинг системаңызды түзің, трейдинг планыңызды түзің, риск менеджмент, стратегия һәм өзіңіз үшін қағидалар, соларды жақсылап басқарың. Енді бұл трейдингде істеріңізді басқару үшін сіздерге және бір системаны айтып өтемен. Базарда әрбір сауда істедіңіз бе, сделка аштыңыз, бір ғана сделка аштыңыз ба, болды. Сол сделкаңызды сіз сауда істегеннен соң жазуыңыз керек. Бұл сізді пайдаға шығаратұғын жүді идеал стратегия, идеал система. Сіз көріп тұрған система сіздің трейдингге болған көзқарасыңызды бүткілдей өзгертіп жібереді. Трейдингнің қандай нәрсе екендігін сіз ең бірінші түсінігіңізді, көзқарастарыңызды бүткілдей өзгертіріп, сізді басқаша бір трейдерге айландырады. Бұл қалай істейміз деген бұл система сонан ібарат. Сіз әрбір сделканы ашқаныңыздан соң, әрбір сауданы істегеніңізден соң, оны дәптерге жазып барасыз. Мәселен, нешінші сауда, яғни нешінші сделканы ашып отырсыз? 15-ші сделканы аштыңыз. Нәтиже қандай болды? Тек профит алды ма, стоп лосс алды ма, емаса брейк-even, безубиткаңызды алды ма? Нәтижеге тек қана осының біреуін жазасыз. Тек профит, стоп лосс, емаса безубитка. Тек қана осының біреуін жазып қойып бересіз. Сәнені жазасыз. Сәне, сағат, қайсы пара, яғни қайсы валюта парасы, емаса металл, тәреп, қай тәрепке қарай аштыңыз? Бай ма, емаса сел ма? Риск деген жеріне осы саудада қанша риск қылдыңыз? Долларда жазың, емаса процентте. Сіздер енді трейдингге кіріп келгеніңіз себеплі
риск қылғаныңызда долларда жазғаныңыз мақұл, түсінікілірек болу үшін, бірақ кейін ала процентте жазың. Енді бұл сделканы қайсы тасдиқларға сүйенген халда аштым деген сұрауды өзіңізге қойың. Не затқа сүйенген халда аштым, не үшін бұл жерден саудаға кірдім, саудаға кіруім үшін себеплер не зат еді деген сұрауларды қойың, һәм соның һәммесін осы бөлімде жазып өтің. Бұл сауда davomida мен не затты сезіндім, қандай сезімде болдым, стратегияға сендім бе, сенбедім бе, үмітпенен саудаға кірдім бе, соның һәммесін осы жерге жазып қойың. Осы саудаға кірген кезімде мен қайсы стратегиядан пайдаландым. Бұл стратегияны жазу жүті ахметлі, себебі сіз әр ай davomida анализ істеуіңіз керек, яғни бактестинг. Осы стратегияларды һәммесін қойып жазасыз. Бұнан кейінгі слайдта оны көрсетіп өтемін. Тәжірибе деген жеріне сіз бұл саудаға кіру арқылы қандай сабақ үйрендіңіз, саудаға кірген кезде не істеу керек екен, осы сауда сіздерге һәммесін айтады өзі. Тек қана бір немесе екі тәжірибені сіздерге үйретеді. Сол тәжірибені сабақты осы тәжірибе бөліміне жазың. Дәптердің әр бетіне әр сделкаңызды жазсаңыз, сіз үшін жүті пайдалы болады. Кейін нәтиже бөліміне долларда қанша пайда алдыңыз, қанша зиян қылдыңыз, немесе безубиткаңыз қанша доллар менен жабылғанын плюс немесе минус деп жазуыңыз керек. Плюс $50, немесе минус $50. Безубиткаға болса плюс $3, плюс $2 деп жазың. Депозитіңізде қанша пұл қалды, немесе қанша пұл қосылды. Депозит бөліміне ұлымалық депозитіңізді жазып қойың. Осы саудадан соң қандай болып өзгерді. Менің өзімде әр ай тамам болған кезінде стратегияларды көріп өтемін. Оларды солың ұшында осы дәптерге жазғанымды сіздерге көрсетіп қойыппан. Дәптерді мысал етіп көрсеттім. Қайсы стратегиялардан пайдаландым деген сұрауды сіз әр 30 күннен соң, яғни бір айдан соң өзіңізге сұрау етіп қойың. Бағана мен сізге стратегияңыздың атын жазып өтің деп айттым. Осы жерде стратегияңыздың атын жазып өтің деп айттым. Саудаларыңыздың санына қараң, стратегияңыздың һәммесін осы жерге жазып өтің. Осы 30 күн davomida пайдаланған әрбір стратегияңызды жазың. Енді мәселен біріншісіне Silver Bullet стратегиясы деп алайық. Take Profit қанша take profit алды? Мәселен 5 take profit. Stop Loss қанша stop loss алды? 2 stop loss. Безубитка қаншасы безубиткамен жабылды? 4 безубитка. Онан кейін істеу дәрежесін шығарың. Безубиткаларды 0 оған қоспаң, тек қана take profit, мәселен 5 take profit, 2 stop loss. 7 сауда болды. 7 саудада неше процент істеп берді? Мәселен 80% істеп берді. Екінші стратегия SNR стратегиясы. Үшінші стратегия және жазып кетің. Неше процент істеп бергенлерін һәммесін жазып шығың. Ең жақсы істеп бергенлерін таңлап алың. Кейінгі айдан баслап бағана істеп бергенлерін, мәселен 50%-тен 40%-тен төмен істеп бергенлерінің һәммесін болды сызып тастайын. Енді олардан ұлыма пайдаланбаң. Кейінгі айдан бастап тек қана істеп берген, ал 50-60%-тен жоғары істеп берген стратегияларды ғана пайдаланың. Кейінгі 3 ай davomida осы нәрселерді істеп көрің. 3 ай емес, дерлік бірінші айда сіз нәтижелерді көріп бастайсыз, пайданы һәм өзіңіздегі трейдерлік өзгерісті көріп бастайсыз. Трейдинг істеу тап осындай болады. Һәммесі система менен, һәммесі жазылып барылады. Қанша take profit, қанша stop loss, неге саудаға кірдім деген һәммесі трейдинг план бойынша. Нағыз трейдинг тап осындай болады.